Сәлеметсіздер ме? Математика пәні 4-ші сынып. Теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімі ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы бойынша. Сабақ тақырыбы есепке айнымалысы бар өрнектер құру. Балалар, есептердің шешуін санды өрнек түрінде жазуға болады. Оның мәнін есептеп, сен есептің сұрағына жауап бересің. Егер есептің шартында санның орнында әріп тұрса, онда шешуін айнымалысы бар өрнекпен жазуға болады. Мысалы, балалар, айнымалысы бар өрнек құрастырып көрейік. Есепті айнымалысы бар өрнек құрып шығар. Өрнекті ықшамда. 2 кг алма мен 6 кг алмұрт сатып алынды. 1 кг алманың бағасы x теңге. 1 кг алмұрт 1 кг алмаға қарағанда 70 теңгеге қымбат. 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың құны бірге алғанда қанша теңге болатынын анықта. Егер x тең 100 теңге болса, өрнектің мәні қанша болады? Балалар, бірінші 1 кг алма бізде x. 1 кг алмұрт x қосылған 70. 2 кг алма 2x. 6 кг алма 6 көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған 70. 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың құны 2x қосылған 6 көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған 70. Ал енді x тен 100 теңге болса, x-ның орнына 100 деген санды қойып шығайық. 2 көбейтілген 100 қосылған 6 көбейтілген жақшаның ішінде 100 көбейтілген қосылған 70 тең неше болады? 2 көбейтілген 100 қосу 6 көбейтілген 170. Жақшаның ішіндегі сандарды біз қосып алдық. 2-ні 100-ге көбейткенде 200, 6-ны 170-ге көбейткенде 1020. Ал екеуін қосқанда 1220. Сонда 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың құны 1220 теңге болады екен. Осылайша балалар, айнымалысы бар есептерді шығаруға болады. Біз бірінші есептің айнымалысы бар өрнекті құрып, содан кейін оны ықшамдап шығардық. Ал енді балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. 33-ші беттегі номер 3-ші есепті шығарайық. Дәл жаңағы тәсіл бойынша тапсырманы орындаймыз. Өрнек құрамыз және айнымалының орнына берілген санды қоямыз. Мысалы, кәсіпорын телескоп шығару үшін 9 миллион теңге жұмсауы тиіс. Жаңартылған технологиядан кейін бір телескоптың бағасы 30 мың теңгеге төмендеді. Жаңартылған технология бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын қанша теңге жұмсайтын болды? Тең 50. Әріптің мәнін қойып есепте. Балалар, бірінші айнымалысы бар өрнек құрып аламыз. Содан кейін өрнектерді ықшамдап, айнымалының орнына санды қойып есепті шығарамыз. Балалар, сонымен сабақ аяқталды. Білім шыны әдісі арқылы сабақты қандай деңгейде түсінгенімізді дәптер соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.